Ассалаумағалейкум YouTube көрермендері. Қой шаруашылығы жайлы бар білгенімді осы видеода айтатын боламын. Видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Видеоны айналдырмай соңына дейін көрсеңіздер, пайдалы видео болады деген ойдамын. Ендеше кеттік. Бұл жерде 500 қой. Мінекей қойлардың жағдайы көріп тұрғандарыңыздай. Міне екінші қорада майда сақпандар. Бұл қораны мынандай 20-лық трубаны 2 метрден кесіп, арасын 3 метрден қаққанбыз. Мынандай қатты сым, қатты сетка. Осын 2 рулон сетканы 2 рулон сеткамен қоршағанбыз. 1 рулонда 500 метр. Ожабны мынандай сымдармен бекіттік. 500 қой емін еркін сыйып тұр. Бұл қойлардың жартысынан көбі аманат, яғни ауыл адамдарының қойлары. Бір қойға айына 400 теңгеден бағамыз. Қозылақ болсын бәріне бір баға. Бізде қошқар теге бәрі қысы жаз жүре береді. Қой ешкілерде қысы жаз туа береді. Туғанда егесі үйіне алып кетіп, жетілдіріп, малға ер алатындай болғанда қайтадан қосады. Қойлар қашқаннан кейін 5 айдан кейін туады. Қозылақтар 3-4 айлығында енесінен ажыратылып, бөлек бағылады. Енесінің желін тартылғанда қайтадан қосылады. Қойларды көктемде қырқылады қойлар. Қырқылып қотырдың уколы салынады. Салқында құмға жайылады, ыстықта етекте Қызылқұм деген канал бар, соның жағасында жайылады. Салқында бір мезгіл су ішеді, ыстықта 2 мезгіл су ішеді. Мына тұрған қоралары жаздық қора. Қазір қыстық қораларын көрсетейін. Міне мынау қыстық қора. Мына бастырмаға жауын шашында тығылады. Бұл қора қоян сүйек деген отыннан жасалған. Қадалары ағаштан 2,5 метрден кесіліп, арасы 2,5 метрден қойылған. Арасына мынандай 2 сым тартып, қоян сүйектерді баулап, бір-біріне бекітіп жасалған. Бұл қораға 1000-нан аса қой емін еркін сияды. Міне мынау жаз айында туылған қозы. 3 күндік қозы. Міне мынау 2 күндік лақ. Екі күндік еркек лақ. Міне мынау 1 айлық лақ. Ал мынау 1 апталық лақ. Міне қара теге құлағы тұрып қалған. Мынау 2 аптадан асқан лақ.
Набақтың анасы мынау. Мынау Костя есімді теке. Қатарды бастайтын теке. Әлі 2 жасқа толмаған. Мойындағы қоңырауының пайдасы қойлардың бәрі осы қоңырауға ереді. Құмда жайылып қалып кеткен қойлар қоңыраудың дауысын естіп сол жаққа барып қайтадан қосылады. Бұл қойларды бағатын 2 көлік бар. Біріншісі мына есек, еркек. Ал екіншісі иномарка мотоцикл. 200 кубтық. Және міне қой бағатын 2 ит. Мынау Алапар есімді ит үлкен қойды бағады. Ал мына күшік майда сақпан бағады. Мына күшік 4 айлық күшік. Ал ит 2 жасар. Ал құрметті көрермендер, видео ұнаса арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.